Hiç ойлап көрдіңіз бе? Неге айрым адамлар тойда ямаса отырысларда өзін жақсы һәм еркін сезеді. Ал басқасы болса бір шетте үндеместен қарап отыруды қалайды. Неге айрым адамларға телефон қылсаңыз дәру жауап береді. Ал басқасы болса бұны кешіктіреді. Хәттекі ұлыма жауап бермейді. Бұл айырмашылықтар тек қана адамның мінез құлқы емес, ал психологияда энергия дерегі деп айтылады. Бүгінгі видеомызда біз инсан психологиясы хақында сөйлесеміз, яғни интроверт һәм экстраверттің бірі-бірінен farқы қандай барлығына тоқталып өтеміз. Бұл Айдың каналының жаңа саны. Мен Айгүл, басладық. Психология тарихындағы ең әхметлі түсініктерден бірі интроверт һәм экстравертке бөлінуінде. Бұны бірінші мәрте швейцариялы психолог Карл Густав Юнг ұсыныс еткен. Оның пікірінше инсанлар әлемменен қандай байланыста болуына қарай екі түрге бөлінеді. Дәслеп интровертке тоқталсақ. Интроверт бұл ітібәрі ішкі дүниясына қаратылған адам. Ол сыртқы дүния менен емес, ішкі сезімлері, ой пікірлері дүниясы менен жасайды. Бұндай адамлар жалғызлықты жақсы көреді. Бұл олардың әзілігі емес, керісінше күш топлау ұсылы. Олар шауқымлы орталықта шаршап қалады. Адамлар менен ұзақ сәубетлесуден кейін энергиясы таусылып қалады. Интровертлер әдетте терең пікірлейтұғын, тыңлай алатұғын, сезгір, нәзік талғамлы болады. Олар әрбір сөзді ойлап сөйлейді. Қысқасы, интроверт үндемесе де, ішінде көп нәрселерді ойлайды. Экстраверт болса сыртқы көрінісінен ашық адам. Ол адамлар менен пікірлесуден зауық алады. Энергияны сыртқы орталықтан алады. Олар сөйлесуді, күлісуді, адамлар менен пікір алмасуды һәм топар болып бірге істесуді қалайды. Сондай-ақ адамлар арасында һәмме уақыт харекетте болуды ұнатады. Егерде ол үндемей тұрса, өзін қолайсыз сезе бастайды. Бұл айырмашылықтарды жақсы ямаса жаман деп ажыратуға болмайды. Яғни интроверт көбірек фокусты өзінің ішкі дүниясына қаратады. Ал экстраверт болса белсенді, ашық һәм фокусты көбірек сыртқы дүнияға қаратады. Біреуіне пікірлеу ахметлі болса, екіншісінде харекет. Бірі тыңлайды, басқасы айтады. Һәм әне осы әрқилы энергиялар тұрмыста тең салмақлылық жаратады. Ұмытпаң, интроверт болу сөйлемейді деген сөз емес. Экстраверт болу жүзегі деген емес. Бұл тек қана сіз қандай зарядлануыңыз, яғни қуат алуыңызды білдіреді. Келін бұл айырмашылықты тек теория менен емес, ал тұрмыстың өзінде көріп шығайық. Себебі интровертлік һәм экстравертлік бұл тек қана тест нәтижесі емес. Бұл сізді әр күні қалай ойлауыңыз, іслеуіңіз, басқалар менен мүнәсібетіңізге тәсір ететұғын тикарғы энергия ұсылыңыз есапланады. Көз алдыңызға келтірің, класста екі бала бар. Біреуі онша сөйлемейді, адамларға араласпайды һәм көбінесе айнаға қарап сурет сызуды ұнатады. Ал екіншісі болса, мұғалім қандай сұрау берсе де барлығына қолын көтеріп жауап береді. Ол хәттегі класста партаның ең ақырында отырса да дауысы естіліп тұрады. Оқытушы кімді белсенді деп біледі? Әлбетте, сұраулардың барлығына жауап беріп отырған екінші баланы. Бірақ та үндемей отырған бала қате іздейді дегені емес. Ол іште өз дүниясын құрмақта. Бәлкім осы бала кейін әйне осы теманы ашып беретұғын шығар. Тек бұл оны көпшілік алдында тұрып емес, стол артында үндемей істейді. Жұмыс орнында да осыған ұқсас жағдай. Жиналыста да көп пікір білдірген адам бар қолла басшының диққатына түседі. Бұл экстраверт өз пікірін ашық айтады, өзін көрсете алады. Интроверт болса, жиналыста аз сөйлеуі мүмкін, бірақ ол өз кабинетіне қайтқаннан соң сол мәселеге ең терең һәм түрітушілік шешім табуы мүмкін. Экстравертлер жамаатты бірлестіреді, адамларды ilhamlandырады. Интровертлер болса, диққатын жәмлеп, құрамалы машқалаларды шешеді. Бір компания тек экстравертлерден ібарат болса, компанияның іші гәпке толып кетеді. Интровертлерден ібарат болса, зор идеялар бар, бірақ олар кімге айтылатынын білмейді.
Сол себепле бар қолла тең салмақлылық керек. Ядыңызда болсын, тым-тырыс бала бар қолла шалғымауы мүмкін. Ол іслеп атыр. Ішкі дүниясында. Экстравертер болса, іслемей атыр деген сөз емес. Ол да іслейді, тек өзінің пікірлерін сыртқы дүниясына шығара алады. Не үшін біреулер адамдар менен болуды жақсы көреді? Басқалар болса, жалғыз қалуды абзал біледі. Неге біреулер тойға барғанда энергия алады, ал біреулер шаршайды? Бұл тек қана характер емес, негізінде бұл мидың қалай істеуіне байланысты. Адам организмінде түрлі химиялық затлар бар. Олар біздің диққатымыз, іс-әрекетлеріміз, кейпиятымыз һәм энергиямызға тікелей тәсір етеді. Олардан ең тек арғылары дофамин һәм ацетилхолин. Дофамин бұл мидегі сауға сигналы. Егер сіз жаңа бір нәрсе істесеңіз, мысалы, адамлар менен сөйлессеңіз, концертке барсаңыз, жиналыстарда шығып сөйлесеңіз, ямаса қандайда бір машқаланы шешсеңіз, миыңыз дофамин шығарады. Бұл сізге зор істедің деген сигнал береді. Экстраверттерде болса, бұл система күшлірек істейді. Яғни олар жаңа адамлар менен танысқанда, сәубетлескенде, көзге көрінгенде, ямаса диққат орайында болғанда дофамин көп шығарылады. Нәтижеде олар қуат алады. Соның үшін олар бар қолла сөйлеседі, харекет етеді, социалдық орталықта қатнасады. Енді интроверттерге өтеміз. Интровертлердің миы де дофаминге жауап береді. Бірақ жүда күшлі сыртқы стимул. Яғни көп дауыс, адам, жаңалық оларды шаршатады. Олардың миы бұл процесті зауық емес, басым деп қабыл етеді. Интровертлер үшін қолайлы орталық бұл тынышлық. Тап осы тынышлықта олардың миы басқа бір зат, ацетилхолинді шығарады. Бұл зат сіз өзіңізбенен өзіңіз болғанда, әстелікпенен ойлауға уақыт тапқаныңызда шығады. Һәм ол да миды сыйлықлайды, бірақ сыртқы емес, ішкі зауық арқылы. Яғни интроверт адам жалғыз жүріп ойласа, сурет салса, кітап оқыса, ол әйне сонда энергия топлайды. Бұл үндемеген үшін емес, миы үнсізлікте оған энергия береді. Бұл нәрселер тұрмыста қалай көрінеді? Экстравертлер тек арнан сәубет орайында болады. Жәмәт ішінде илхам алады, адамлар менен істесе және де күш топлайды. Интровертлерде болса керісінше, олар жалғызлықта күш топлайды. Өз пікірлерін жазу, сызу, ямаса тыңлап баян етеді. Хадден тысқары көп адам арасында шаршайды. Бұл айырмашылықты түсіну, адамларды түсіну деген сөз. Сіз бұл жерде үнсіз отырған адамды көрсеңіз, бұл оны қайғырған деген сөз емес. Бәлкім ол тап осы жағдайда толық қуатланбақта. Соның үшін сіз экстраверт болсаңыз, жаңа адамлар менен істесу сізге мақұл. Интроверт болсаңыз, индивидуал вазипалар, тыныш орталық сіз үшін нәтижелірек. Бұл айырмашылық социалдық емес, бұл биологиялық. Қандай энергия топлауымызды миыміздегі өзгерістер белгілейді. Көпшілік интроверт адамларды суық, еш нәрсеге қызықпайтұғын зеркерлі адам деп ойлайды. Хәттекі ол жанындағы адам менен сөйлеспесе, оны жақтырмай атыр деп те ойлауы мүмкін. Негізінен болса бұл онда емес, яғни ол өзінің табиатынан келіп шыққан халда қасындағы адам менен жүзекі қатынаста болуды қалемейді. Бұндай адамларды тарихтан жақсы білеміз. Мысалы, атақлы физик Альберт Эйнштейн. Ол ешқашан шауқымлы орталықта істемеген, іліми революциялар жасаған адам, бірақ үнсізлікте, ой ішінде жасаған. Джон Роулинг. Мыңлап балалар сүйген Гарри Поттер авторы. Бұл шығарманы жазған уақытта оны ешкім танымайтұғын еді. Жалғыз отырған, ішкі дүниясында мыңлаған сиқырлар менен сәубетлескен. Еміса Билл Гейтс, технология дүниясының атасы. Оның ең үлкен қарарлары көзабаға презентацияларды емес, әйне тыныш кітапханаларда ішкі пікір менен басыланған. Және бір белгілі интроверт Киану Ривз. Ол көшеде адамларға бар қолы ашық кеуіл болады, бірақ интервьюлерде үндемейді. Өзінің ішкі дүниясы менен күшлі, ямаса Барак Обама. Шешенлігі менен танылған президент, бірақ бар қолы жалғызлықта энергия топлайды. Әне сонда ең ахметлі қарарларды қабыл етеді. Демек интроверт үндемесе, бұл оны бейпаруа деген емес, бұл өз сыртқы шауқымынан көре ішкі тереңлікті абзал көреді дегені.
Бірақ та стереотиптер экстраверттерге де әділ мөнәсәбәттә емес. Яғни олар экстравертлерді жүзекі барлық адамларға ұнауды, өзін көрсетуді қалайды деп ойлайды. Ал хақиқатында ол қандай? Мәселен, Мұхаммед Али, ол тек рингте емес, жәмиетте де күрескен. Ол барқұлла сөйлеген, адамларды илхамландырған, өмір бағышлайтығын сөздер менен қуат берген. Ямаса Тони Роббинс. Ол миллионлап адамларға мотивация берген. Бірақ бұның үшін оған тынышлық емес, сахна, аудитория, энергия керек болған. Актер Уилл Смит те сондай. Ашық кеуілі, барқұлла жақсы кейпият тарқатады. Ямаса қосқышы Леди Гага адамларды бірлестіреді, күшлі сезімлерін ашық білдіреді. Дуэйн Джонсон сахнада һәм сахнадан сыртта барқұлла илхам дерегі. Солай етіп, экстравертлер тек қана көп сөйлейтұғын адамлар емес. Олар адамларды жәмлестіруші, рухи энергия беруші, жетекші бола алатұғын тұлғалар есапланады. Хақиқат сонда адамларды интроверт ямаса экстраверт деп бақалау, оларды жақсы ямаса жаман деуді аңлатпайды. Тек арғысы олар энергияны қалай алады һәм қай ұсылда жасайды деген мәселе. Соның үшін да экспертлер үндемей отырған адамды зергерлі, ал көп сөйлейтұғын адамды болса жүзекі деп ойламаң дейді. Себебі екеуі де инсан, екеуі де терең дүнияға ие. Көпшілік адамлар интроверт ямаса экстраверт деп анық белгіленуі керек деп ойлайды. Тап сол паспорттағы белгі ямаса қан топары сияқты. Бірақ текарында бұл ондай емес. Хақиқатында көпшілік адамлар амбиверт. Бұл дегені ол кейде тыныш, кейде энергиялы жағдайға қарап өзін тұтатығын адам. Мәселен, бір адам бейтаныс адамлар арасында үндемеуі мүмкін. Бірақ достар дөңгелегінде күлкі орайына айланады. Жұмыста диққатпенен тыңлаушы, үйде сөйлемшек. Бұл адам интроверт пе, ямаса экстраверт? Яқ, бұл амбиверт. Амбивертлер бұл екі дүние арасындағы көпір. Олар интроверттің тереңлігі һәм экстраверттің ашқылығын жағдайға қарап үйлестіреді. Таныс орталықта энергия тарқатады, ал жат орталықта ішкі қадағалауды жоғалтпайды. Һәм ең қызығы, көпшілік инсан негізінде амбиверт. Ал өмір болса барқұлла ақ-қара емес. Енді ең ахметлі сұрау. Бұл характер айырмашылықтары біздің жәмиетімізде қандай ахметке ие? Мысалы, жұмыс орнында. Жәмәатте тек экстравертлер болса, хақиқатында да ол жерде гәп көп, бірақ тыңлаушы жоқ. Тек интровертлер болса, пікірлер терең, бірақ та оны жеткеріп беретұғылар аз. Соның үшін әрбір күшлі командада екеуі де болуы керек. Экстраверт басыламаны көтереді, интроверт болса оны пұқта режелестіреді. Ямаса бір шаңарақты алайық. Перзен интроверт болса, ямаса көп сөйлемесе, көпшілік ата-аналар оны қапа деп ойлайды. Һәм мұның не үшін досты жоқ деп ойланады. Негізінен бұл машқала емес, бұл оның табиғаты һәм ол өзінің дүниясында өзін жақсы сезбекте. Ямаса ерлі зайыплылар арасындағы айырмашылық. Бірі интроверт, бірі экстраверт болса, ұрыс келіп шығама. Яқ, керісінше бұл бірі-бірін толықтыратұғын тең салмақлылық. Бірі адамлар арасында күш табады, басқасы болса тыныш орталықта. Ахметлісі түсіну, мәжбүрлемеу. Ақырақ бетінде дүния интровертлер ойлап тапқан идеялар һәм экстравертлер илхамландырған адамлар менен харекет етеді. Демек енді сіз білесіз, интроверт жаман емес. Экстравертлік бұл өзін жақсы көрсету емес. Ал амбиверт болса аралас емес. Әр бірі өзінше жетік. Енді болса ең қызық жеріне келдік. Сіз қайсы түрге жақын келесіз? Ешқандай құрамалы психологиялық тестлерсіз. Тек қана өзіңізге төмендегі сұрауларды берің. Бірінші, сіз энергияны қай жерден аласыз? Адамлар топарынан шығып және адамлар арасына қосылу сізге ұнайды ма? Ямаса жалғыз қалғаныңызда энергияңыз қайта тікленеді ме? Екінші, қандай да бір тема бойынша сөйлесіп отырғаныңызда сізді тоқтату қиын ба? Ямаса әр бір пікірді айтудан алдын ішіңізде 5 мәрте айтасыз ба? Үшінші, көпшілік ішінде шаршайсыз ба? Той, жиналыс, отырыс, бұл сіз үшін энергия дерегі ме, ямаса шаршау ма? Төртінші, аузыңыздан шыққан әр бір сөзді ойлайсыз ба? Сөйбетті айтып жібергеннен кейін бірнеше сағаттан соң сол гәп үстінде ойланып жүретұғын адамлар қатарынансыз ба? Бесінші, телефоныңыз өшірілгенінде кеуіліңіз тыныш болады ма?
Егерде 3-4 саат телефоныңыздан пайдаланбасаңыз, сізде қауетер болады ма? Ямаса бұл дем алу үшін әйне жақсы имканият па? Егер жауапларыңыз текарынан тынышлық, жалғызлық, ішкі ой болса, сізде интроверт тәреп күшлі. Егер адамдар менен болу, ашықлық, сәубетлесу, сыртқы орталықтан күш алу көбірек болса, сіз экстравертсіз. Бірақ сұрауларға әр қилы жауаплар берсеңіз, демек сіз амбиверт болуыңыз ықтимал. Ахметлісі бұл сұраулар сізді полюслерге ажырату үшін емес, ал өзіңізді тереңірек түсінуге жол ашу үшін. Құласы сондай кәплер. Бүгінгі видеомыз арқылы сіз инсан психологиясы хақында біраз болса да мағлұматқа ие болдыңыз деп ойлаймын. Енді бұл видеомызды сіз көрген болсаңыз, сізге сұрауменен жүзленсек. Сіз интровертсіз бе, экстраверт, ямаса амбиверт? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдын каналының жаңа санында көріскенше.